Ақсақалдың алыптығы. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Ерлан 3 ай тәжірибе алмасуға шалғай ауданға келді. Аудан орталығына орналасты. Келгеніне 2-ші тәулік қызметтестермен танысып, кабинетін реттеп отырған. Ереке, рұқсат па деді, басын ғана көрсетіп учаскелік полицей Сәбит. Кел, кір деді. Әйел келіп тұр, ар жазам дейді деп күмілжіді. Жаста жазсын, саған тастап жүре бермей ме? Деді Ерлан да сұраулы көзбен қарап. Дұрыс қой, біз барып қамауға алуымыз керек. Не қылмыс? Иә, қызымды зорлады дейді, деді ақырын айтты. Ерлан шошып орнынан тұрды. Былай ғой, зорлады деген ақсақал ауылда беделді, абыройы бар қария деді. Сондай адам қылмыскер болмай ма? Әлде зорласа да оны ұстамау керек пе? Деді Ерлан ашу шақырып. Жоқ, ол не дегеніңіз деп есікті жауып, қайта ашып әйелді кіргізді. Жұпыны киінген, ұзын бойлы, жас шамасы 45-46-ға келіп қалған, бет аузы ісіңкі, шашы келте кесілген, аяғына сүйрете салатып тәпішке бар келіншек кірді. Кімге жазам арызды, саған ба? Деді көз бақырайып. Жазыңыз, не жазасыз? Деді Ерлан қағаз қалам ұсынып. Келіншек отырды да қағазды ары-бері айналдырып. Не деп жазам деп Ерланға қарады. Не жазуға келдіңіз? Деді. Қызымды зорлады, менің ақ, пәк қызымды деп қолдар дірілдеп кетті. Кім? Қақпас айтпай шал. Ол кім? Кімі несі? Ол осы ауылдың байы, сасыған қақпас. Менің тәп-тәтті қызымды қорлады ғой деп жылап жіберді. Ол айтпай шал, қайда тұрады, білесіз ба? Ойбай, білем, жүр ұстаңдар, жүр қамаңдар деп орнынан атып тұрды. Сіз алдымен арыз жазыңыз, біз барамыз, ұстаймыз, деді Ерлан. Қалай жазуын білмеймін, деді тағы қағаз айналдырып. Сәбит, түсіндір деп шығып кетті. Арызды жазып болған соң бастыққа кіріп, мән жайды айтып, бүкіл рұқсат қағаздарды алды. Ереке, айтпай ақсақал ауданда абыройлы адам. Сен тексер, бірақ шу шығарма, анықта, дәлелде, тыныш баста, деді салмақты дауыспен бастығы. Жақсы, түсіндім, деді Ерлан ойланып. Қасына тек участковый Сәбитті ертіп шықты. Неге сол шалды қорғаштайды, деді, ашуы да бар. Шалды көргісі келді. Әйелді ертіп үшеуі жылжыды. Бір үйге келіп тоқтағанда, сіз үйіңізде болыңыз, сосын сізді шақыртамыз деп Сәбит зілді дауыспен келіншекке қарады. Келіншек білегін түріп, қабағын түйіп, ашулы көзбен Ерланға қарады. Тоса тұрыңыз, алдымен біз өзіміз баруымыз керек. Заң солай, деді өтірік айтқаны ашуы келіп. Келіншек жұлқынып бұрылып кетті. Жан-жағы шарбақпен қоршалған, ауласы жап-жасыл, қоражай қатырып салынған, әдемі салынған үлкен керемет үй. Бай десе бай екені көрініп тұр. Не жетпейді екен деген оймен Ерлан үйге жақындады. Сәбит есікті қақты. Есік ашылғанда Ерлан бір түрлі болып кетті. Бір талай жасқа келген, кәрі ақсақал, қабағы түскен, көзі мұңды. Кіріңдер, деп салқын айтып, өзі алдымен жүріп, кең қонақ бөлмеге кірді. Ассалаумағалейкум, деді Сәбит қолын созып. Шал қабағы түйіңкі, сәлемді де алмады, диванның шетіне отырды. Ерлан жақындап келіп, амансыз ба ақсақал, мен тергеуші майор Ізбасаров Ерлан болам, деді. Шал бетіне ойлы көзбен тесіле қарап, тергеуші, деп басын салбыратты. Ақсақал, сізге шағым түсті. Сізге қыз зорлады деген айып тағылды. Біз анық-қанығына жетуге келдік, деді. Шал басы салбырап отырып, еңкілдеп жылап жіберді. Ерлан сасып қалды. Қасындағы Сәбитке қарады. Оның да басы салбырап кеткен. Жан-жағына көз жүгіртті. Үй толы жиһаз, тап-таза жиналған. Кең-кең 3 жатын бөлмелер. Шеттен ас бөлме көрінеді. Терезелер де үлкен етіп салынған. Бөлмелер жарық. Шал еңкілдеп ұзақ жылады. Су әкелші, деді Сәбитке. Ол ары-бері сасқалақтап кетті. Ас бөлмені көзімен Ерлан көрсетіп еді. Сәбит жылдан барып кесемен су әкеліп, ақсақал, су ішіп жіберіңізші, деді. Шал басын шайқап. Неге мен өле қалмадым? Неге мені Құдай алмайды дегенде тіптен солқылдап жылады. Ақсақал, сәл есіңізді жиыңыз, бізге анықтау керек. Сіз мән жайды айтсаңыз, деді Ерлан қасына отырып. Иә балам, жақсы. Өзегім өртеніп барады ғой. Ақпын, қалай дәлелдеймін, білмеймін, деді. Біз аққараны анықтау үшін келдік. Сіз өз тарапыңыздан ештеңені жасырмай айтыңыз. Тексереміз, деді. Ата судан аздап ішті де басы салбыраған күйі отырды. Сосын терең дем алып алды да, не айтайын, осы үйде жалғыз тұрам.
Әсия күнде келіп маған ас әзірлейді, үйді жинайды, ауладағы бақшадағы гүлдерді баптайды деп тоқтап қалды. Әсия кім? Әсия ол сол қыз деді терең дем алып. Жақсы ата, айтыңыз. Айтатын түгі жоқ. Солай, маған күтім жасап жүргеніне 3 жылдан асты. Анау шешесі маған жалынып, сізге күтім керек, уақытылы тамақ керек, қызым тыныш, тек жұмысын істеп жүре береді. Сіз тек айтып қойсаңыз болды деген. Әсия аздап ақыл есі кем, мектепте оқымады. Шешесімен үйінде, соған жаным ашып алғанмын деді де ата тағы су ішті. Төлейтін ақыны шешесі алады. Әсия ақша танымайды, тек жұмыс жасап жүре береді. Сол 3 жыл бойы жүрген деп қайта басын салбыратып отырып қалды. Бұлай ғой, таңертең оянсам, Әсия осы жерде жатыр. Үстінде киімі жоқ деп диванды көрсетті. Мен шошып кеттім. Алыстан тұрып айқайлап ояттым. Ол басын көтеріп қарады. Ей, сен істеп жүрсің, киімің қайда деп айқайлап едім. Ұшып тұрып диванның жапқышына оранып алды да қашып кетті. Артынша шешесі келіп, зорладың деп бақырып, сендерге кетті. Мен қолымды тигізбедім, жоламадым. Енді қалай ақталам деп сұраулы көзімен қарап отыр. Ерлан ақсақалға қарап отырып, оны шынайы айтып отырғанына көзі жетті. Ақсақал, егер сіз қолыңызды тигізбесеңіз, біз оны анықтаймыз. Сізге жала жапса, жазалаймыз деді сенімді дауыспен. Ата үмітпен көзіне қарап. Осынша жасқа келгенде, осылай қара күй жаққаныма жаным ауырып барады деді иегі кеңсемдеп. Ерланның да жүрегі ауырып кетті. Сіз ештеңе жасырмаңыз, ашық айтыңыз деді, бірақ күдігі бар екенін жасырмай. Жасыратын түгім жоқ, қызымдай көрдім. Әсия ақыл есі кем болғанмен тіл алғыш бала, еш жамандығы жоқ жан. Жасырын бірдеңе болуы мүмкін емес. Маған немерем қатарлы ғой, арам ойым болмады. Ол өз жұмысын жасап жүре берді. Тіпті әңгімелеспеппіз. Ол сөзге жоқ бала деді. Қария орнынан тұрып, екі қолын екі жаққа жайып. Мына қаңыраған бос үйде маған қамқор болатын адамға қалай жауыздық жасаймын деді қабағын түйіп. Түсінікті, ал анасы жиі келетін бе? Тек ақшасын төлейтін күні. Анда-санда қарыз сұрайтыны бар, үйге кірмейді. Қора жайда жолығып сұрайтын деді. Ақсақал, сіз осында болыңыз. Біз енді қыздан жауап аламыз деп Ерлан орнынан тұрды. Осында болмай қайда кетеді дейсіңдер, отырам ғой деп қалды. Сыртқа шығып Әлияның үйіне беттеді. Неге мені кіргізбедіңдер? Мен қақпасқа мойындатқызар едім. Не деді? Не деді деп келіншек қақпадан қарсы алды. Біз Әсияға келдік. Оны не істейсіңдер? Ауруханаға апарамыз, тексереміз. Жоқ, оған болмайды, ол дәрігерден қорқады деп екі қолын екі жаққа жайып есіктен кіргізбей тұр. Апай, сіз не ойын ойнап жүрсіз ба? Қыз зорланды деп арыз жаздыңыз, іс қозғалды. Енді айғақ керек. Қызды тексеруіміз керек деді Сәбит ашумен. Мен айтып, жазып бердім ғой. Ол құр қағаз. Қызды тексермей дәлелденбейді, деді Ерлан ашумен. Ой, астафыралла, сонда менің шыққыр көзім не көрді? Не көрдіңіз? Ойбай, көрдім ғой, көрдім деп көзін шұқып алардай саусағымен түртті. Айтыңыз, не көрдіңіз? Қызымның тырдай жалаңаш үйге келген. Жалаңаш қызыңызды қарияда көрген. Ол зорлаған емес қой, деді тағы Сәбит. Ойбай, еркектің үйінен жалаңаш келсе, ол зорлық емей, немене, деді ащы дауыспен. Сіз неге көп сөйлеп кеттіңіз? Қызды тексермей, айғақты көрмей, біз ештеңе істемейміз. Болмаса іс қозғалмайды, жаба саламыз, деді Ерлан. Әйел ойланып қалды, үйге жіберді. Ескі аласа, тоз-тозы шыққан 3 бөлмелі үй екен. Сыздың иісі шығады, бірақ таза, көлденең жатқан ештеңе жоқ. Ас бөлмеде теріс қарап Әсия ыдыс жуып тұр. Ұзын бұрымы беліне келеді. Жіңішке келген орта бойлы қыз екен. Бізге жалт қарады. Көзі бақырайған, үлкен, кең маңдайлы, екі беті томпиған, шиедей ерні, сәл пұшықтау мұрны өзіне жарасып тұр. Жас шамасы 20-21 аралығында. Үстіне жұқалау ескі халат киіпті, жалаң аяқ. Жымиып қарады, басын изеп, алақанын жоғары көтеріп, сәлемдескенді білдірді. Еш қорыққан жоқ. Шәугімге су құйып, газға қоймақшы болып еді. Әсөк, шай қоймай-ақ қой, сені бір жерге апарамыз, жүр әдемі көйлегін киеміз, деді анасы. Қыз шәугімді қоя салып, жылдан басып, келесі бөлмеге кірді. Ерландар сыртқа шығып біраз күтті. Аулада лапас бар екен. Бос бөтелкелер толып жатыр. Ағаштың түбінде 2 адам отыратын орындық үстелмен тұр. Үстелдің бетін газетпен жауып қойыпты. Ерлан ашып қарады. Тәрелкеде қатқан балық, 2 үлкен кружка, кеседе құрт, темекінің күлін салған ыдыс.
жан жағы толған темекі қалдығы мен сыра бөтелкелері. Өзі жақсы ішетін көрінеді, күйеу бар ма деді Ерлан Сәбитке қарап. Иә, ішеді, бірақ көшеде жүрмейді, тек үйінде ішеді. Күйеу біраз жыл болды, нашақор еді, жоғалып кетті деп айтып. Табылмады, өлді-ау деймін деді. Үйден Әсия анасымен шықты. Көлікке отырғызып тексеруге алып кетті. Әсия зорланбаған, бірақ жыныстық қатынаста болған. 1 айлық жүктілікте бар екен. Ерланның басы қатты. Қалай болғаны? Қария өтірік айтты ма? Енді не болады? Бұл жерде бір гәп бар. Әсия жалаңаш шалға кірсе, киімін қайда шешті? Қатынаста кіммен болып жүр деп айтпай шалдың үйіне келді. Ас бөлмеде бәрін айтып берді. Ақсақал, бұл бәрі бір анықталады. Генетикалық талдау оңай дәлелдейді. Сіз болған болсаңыз мойындағаныңыз жөн деп. Ерлан: айналайын-ау. Егер жақындасам жақындадым демеймін бе? Соған менің қауқарым бар ма? Деді сәл ашуланып. Кім біледі, жас қыз. Балам, мазақтама. Анау генетика медикаң тексер. Босқа мазақтама деп зілдене айтты. Сіз түнде есікті бекітпейсіз бе? Жоқ. Неге? Түн ғой, қорықпайсыз ба? Мені жау алмас, жай жаба салам. Түсінікті. Бүгін сырттан киім таппадыңыз ба? Әсияның көйлегі дегендей. Жоқ. Біз қарап шығайық, ол бір жерге шешті ғой. Солай ма? Қараңдар деп екеуі бірге сыртқа шықты. Сәбит, жігіттер, барлық жерді қараңдар, қыз баланың киімін іздеңдер деп Ерлан бірге келген опер жігіттерге де бұйырды да өзі Әсияның үйіне беттеді. Әсияның өзінен бірдеңе анықтау мүмкін емес. Ол қыз сөйлей алса да көп сөйлемейді екен. Ақыл есі кем екені айдан анық. Әйел психологты шақыртқан. Сөйлесіп отырғаны 1 сағат болды. Сол психологты күтіп тұр. Шықты, қабағы түсіңкі. Ереке, атаның еш қатысы жоқ. Қызға тиісіп жүрген басқа еркек Әсия таниды деді психолог әйел. Ерлан терең демалды. Сонда өз еркімен кездесіп жүрген бе? Алдаған сияқты. Ол өзін еркекпін кездесіп қатынаста болып жүргенін түсінбейді. Соңғы кездескенде киімін түгел шешкен сол екен. Жатқан жерінде қалыпты. Жаурап оянып, Әсия өз атаның үйіне келіп ұйықтап қалыпты. Түнде өз еркімен барған, қай жерге барған біледі ме? Біледі, қазір көрсетеді деп үйге қарады. Әсия шықты. Асёка, сен көрсет, жарай ма? Ағамен қай жерде болдың? Деп мейірлене сұрады. Әсия басын изеп үйдің артына қарай жүрді. Айтпай атаның қорасына келіп, шөп жиналып тұрған шатырдың астын көрсетті. Ерлан жылдам көтерілді. Әсия да көтеріліп жиналған шөптің арасына қуыс екен, сол жерді көрсетті. Әсияның киімдері жатыр. Арттарынан көтерілген криминалист жігіт фотоаппаратын шығарып фотоға түсірді. Әсия өз киімдерін танып жылдам жинай бастады. Ерлан психологқа қарап: жинамай тоқтай тұрсын, фотоға түсірсін деді. Психолог айтып көріп еді, Әсия бой бермей бұл киімдер оныкі екенін білдіріп кеудесіне басты. Басын шайқап бермеймін деп тез түсіп кетті. Қалған ұсақ түйекті фотоға тартқызып төмен түсті. Айтпай шал төменде тосып тұр екен. Осы төбеде болыпты ма деді. Иә, атаңа нәлет. Онда ол анау Мәлік болды ғой деді күйіне. Мәлік кім? Ол төбеден шөп түсіріп беріп жүрген бала. Сол жинайды, сол түсіреді. Ата, ол қашан келеді? Бүгін келе ме? Ол 10 күнде бір келеді. Көбінше осы Әсияның анасына келіп сыра ішіп отырады деді күрсініп. Ауылды басына көтеріп айқайлап Әсияның анасы жетіп келіп айтпай атаны ұра бастады. Бұндай жағдайды күтпеген Ерлан мен Сәбит естері шығып арашылады. Қақпас, өл, неге сен өлмейсің? Сен керексің бе Құдайға? Арсыз, арамғат, көмусіз қал, онсыз да сені көмер кімің бар? Деп жұлқылап шалға қарай қолын қатты жұлқып шалға қарай қолын соза берді. Тыныштал, аузыңды жап деді Сәбит итеріп жіберіп, келіншекті көз бақырайып бетін ұстап тұрып. Өңшең иттер, мынаған жағуға жандарыңды салып жатсыңдар, сабынсыз кіріп жүрсіңдер деді айғайлап. Сіз артық айтып тұрсыз, біз анықтап жүрміз, айғақ жинап жүрміз деді Ерлан салмақты дауыспен қасына жақындап. Айғақ? Ей, әне қызым жүкті, не айғақ керек? Жүр дәрігерге барып, суырып алып, мына қақпастың сол күшігін тексер деді ышқына. Сіз сабырға келесіз бе, жоқ па? Болмаса сізді қамауға аламыз деді Ерлан да ашулы дауыспен. Мені қамауға? Ей, мені қамап қайтесіңдер, өңшең иттер. Одан да мені де жабылып зорлаңдар деп кофтасының алдын екіге бөліп жыртып тастады. Еңіреп жылап жерге отыра кетті. Адамсыңдар ма сендер? Иә, қызым аурушаң, бірақ ол да
деп өксіп жылап жерді ұрып жіберді. Сандуғаш, сен қызыңды мына маған әкеліп тапсырдың. Аллам куә, саусағымды тигізбедім, деді айтбай шал күңіренген дауыспен. Қызым күлге аунап па, сен аузыңды ашпа, қақпас, деді тізерлеп отырып, омырауы ашылып тұр, бір қолмен жауып жатып. Сіз тыңдасаңызшы, деді Сәбит. Тыңдамаймын. Сен мені тыңда, қақпас, сен аласың менің қызымды, алмайды екенсің. Мен баланы туғызып, мына дүние мүлкіңді соған мұра еткіздірдем, деп орнынан тұрып жатып. Не тесіліп тұрсыңдар, мен соны жасатам. Сен адам сияқты үйіңе қызымды қатының етіп аласың. Болмаса мен сотқа берем. Сендерден еш пайда жоқ екен, деп тез үйіне қарай беттеді. Бара берсін, ақсақал, сіз де демалыңыз. Біз Мәлікті қамауға алуға кеттік, деді Ерлан. Бәрі бірге қақпадан шығып еді, Сандуғаш та қақпадан шықты. Кофтасын ауыстырып киіпті. Сен үйіңе кір де үніңді шығарма. Қызыңды елеп жүрген сенің анау бірге ішіп жүрген Мәлігің екен, деді Сәбит тістене білегінен ұстап. Сандуғаш аузын алақанмен жауып, шарбаққа сүйеніп, көзі бақырайып кетті. Көзіңді құрт, үніңді шығарушы болма, біз оны қамауға бара жатырмыз. Ол мойындаған соң сендерді шақыртам, деді Сәбит зіркілдеген дауыспен. Сандуғаш басын изеп сүйретіліп үйіне беттеді. Әлі дәлденген жоқ қой, неге Мәлікті айттың, деді Ерлан ойлы көзбен. Кешіріңіз, қандай адам екенін көріп тұрсыз ғой, отыра тұрсын үні өшіп, деді қабағын түйіп.